Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен жареный лагман рецептісімен бөлісемін. Етім мұз болып тұрған кезде өте жұқалап осындай 4 бұрыштап турадым. Қызыл, жасыл, сары бұрыштар. Және де стебен сельдерея, кинза, жусай, пияз, чеснок. Одан кейін дайын тесто. Етімізді молырақ қылып майын құйып қуырып аламыз. Еттің суы шығып, суы тартылғанша үлкен отта қуырамын. Суы тартыла бастаған кезде, егер еттеріңіз тұздалмаған болса, міндетті түрде дәміне қарай тұзын қосамыз. Тұзын қосып 1-2 минут тағы қуырамыз. Суы мүлдем жоқ болып тартылып, қазанның түбінде майы ғана қалған кезде пиязбен стебен сельдереяны қосып, тағы да шамамен 1-2 минут қуырамыз. Етін өте мол қылып жасадым. Менде барлығы көз мөлшермен еш нәрсені өлшеп жасамаймын. Үйге жасап жатқаннан кейін барлығын көз мөлшермен қоса беремін. Пияз және де стебен сельдерея. Жаңағы сельдерейдің жапырақтары емес, сабағын ғана өстіп қиғашынан жұқалап турап алдым. 1-2 минут қуырған соң жарты ас қасық томатты қосып, қызарғанша тағы да 1-2 минут қуырамыз. Міндетті түрде араластырып тұрыңыздар. Бұл менде домашний жареный лагман. Бұл ресторандағындай рецепт емес, мен өзім қарапайым үйде жасайтын рецептім. Енді жақсылап бұрышты, чеснокты қосып, тағы да араластырып отырып 3-4 минут қуырамыз. Бұрыштарымыздың пісуі міндетті емес, бұрыштар кішкене гүртілдеп, жартылай шикі болып тұру керек. Сол кезде өте дәмді болып шығады. Міне енді қазір тағы да шамамен 3-4 минут жақсылап өстіп арасында араластырып отырып қуырамыз. Енді дәміне қарай кориандр қосамын. Міндетті түрде қосыңыздар. Егер приправа для лагмана қосатын болсаңыз, онда кориандр міндетті түрде емес. Және де паприка қосам. Жақсылап қуырып, одан кейін кинза мен жусайымызды саламыз. Кинза мен жусайды барлығы піскен кезде салып жатырмын. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін дайын осындай тесто алдым. Осыны бірнеше бөлшекке майда-майда қылып тураймыз. Турап өстіп подливымыздың үстіне салып, соевый соус шамамен 4 ас қасықтай салып жатырмын. Жақсылап араластырамын. Одан кейін үстіне кішкене жарты стаканнан да төменірек кішкене су құйып жіберемін. Тестамыз қазанымыздың түбіне жабыспас үшін және де өте сухой болып қалмас үшін, құрғақ болып қалмас үшін, мына стакан түбіндегі су жарты стаканнан кішкене төменірек. Осымен 1-2 минут қуырып, біздің лагманымыз дайын болды. Асты отбасыңызға ұсынып жіберсеңіздер болады. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Егер тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде подписаться деген батырманы басып, маған тіркеліп кетіңіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Бізге ас болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесіде кездескенше сау болыңыздар.